Балалар, өткен сабақта біз Сәбит Мұқановтың Балуан шолақ повесін өткенбіз. Соны қорытынды үшін мен сендерге 2 рөлдік ойын өткіземін. Біріншісі бұл басты кейіпкермен сұхбат алу. Бір бала басты кейіпкер болып, басқалар оған сұрақ қояды. Кім Балуан шолақ болады? Мен. Келе ал жылбыз. Ал енді біздің басты кейіпкерімізге кім сұрақ қояды? Сіз неге Тоқсанбайдың асына келгіңіз келмеді? Себебі мен Тоқсанбай асында не істеу керек екенін білмедім. Және де ол жерде өте көп адам болған. Түйе палуанды жеңгенде қандай сезімде болдыңыз? Түйе палуанды жеңгенде өте қатты керемет сезімде болдым. Себебі менен басқа ешкім шыққысы келген жоқ. Ал енді біздің екінші рөлдік ойынымыз бұл іс-әрекетті сөзсіз көрсету. Соған маған бірнеше балалар керек. Байдың баласы? Иә, дұрыс. Мөлдір махаббат. Сонымен Сәбит Мұқановтың Балуан шолақ повесін біз аяқтадық. Белсенді қатысқаны үшін мен алғысымды білдіремін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.